Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгін оқу сауаттылығы бойынша 4-ші мәтінмен жұмыс жасаймыз. Мәтінді мұқият тыңдаңыздар, соңында тест сұрақтарына жауап бересіздер. Баяғыда қонақжай бір кісі болған екен. Әйелі болса жолдасының күнде үйге кісілер ертіп келетінін жақтырмайтын. Бірнеше рет жолдасына: "Күніге бір қонақ ертіп келесің, қонақтарың болса балаларымыздың несібесін жеп кетеді" деп ренжісе де, жолдасы үйге қонақ шақырмай тұрмайтын. Бір күні әйелінің шыдамы таусылып, бір ғұламаға ақыл сұрап барады. "Жолдасымның қонақ ертіп келмеген күні жоқ. Балаларымыз өсіп келе жатыр. Олардың болашағына жинақтаған ешқандай ақшамыз жоқ. Тапқан ақшамыздың бәрі сол қонақтарды күтіп, соларды тойдыруға жаратылып жатыр." Ғұлама әйелдің күйеуін де қасына шақырып, неге олай істейтінін сұрайды. "Қонақ шақырмай тұра алмаймын. Асымызды қонақпен бөліссек, үйге береке кіреді ғой", дейді. Ғұлама екі жақты да тыңдап, әйелден күнде 3-4 емес, бір ғана қонақ келсе, наразы болмайсың ба деп сұрайды. Әйел оған да риза болмай: "Мен балаларымның несібесін басқаларға жегізе алмаймын", деп тұрып алады. Күйеуі: "Ең болмаса күнде бір қонақ келсінші", деп сұрайды. Ақыры әйел көнеді. Алайда ертеңіне жолдасы қайтадан 2 қонақ ертіп келгенін көреді. Әйел ашуланса да, ашуын сыртқа көрсетпей ас үйге кіріп, 3 кісілік ас дайындайды. Қонақтар кеткен соң қараса, жасалынған тамақтан 1 кісілік артылып қалыпты. Әйел жолдасынан: "Қонақтың біреуі неге тамақ ішпей кетті?" деп сұрайды. Жолдасы аң-таң: "Қай қонақты айтасың? Мен бір-ақ қонақ ертіп келдім ғой". Бірақ әйел 1 емес 2 қонақтың келгенін нақты көргенін айтады. Анығын білу үшін олар қайта ғұламаның алдына барады. Ғұлама болған жағдайды тыңдап: "Жұбайыңыз рас айтады. Үйге 2 қонақ кірген. Бірақ 2-ші қонақ адам емес, адам кейпіндегі несібе болатын. Қарсы болсаңыз да дастархан жайып, қонақты жылы қарсы алғаныңыз үшін несібе азаймайды. Өйткені әр қонақ өз несібесімен келеді. Тіптен несібесі өзінен 40 күн бұрын келеді. Яғни ешкім ешкімнің несібесін жей алмайды. Несібе де азаймайды. Керісінше, қонақ шақырған үйдің несібесі артады". Тест сұрақтарына жауап беріңіздер. Жұмыстарыңызға сәттілік тілеймін. Сау болыңыздар.